Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис кезек каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Samsung A7 2017. A7 2017 G деп айтып жатырмыз. Яғни A7 2017 деп қояды, орысша айтатынымыз A7 7 деп қояды. Келген мәселесі, телефон Google аккаунт бұғатынан құлтанып қалған, және мына жерде даледіп келесі бетке бізде ешбір мүмкіндіксіз өткізбейді. Егер сіздер телефонға жазған аккаунт пен оның паролін қандай да бір себептермен ұмытып қалған болсаңыздар, онда үй жағдайында бұл бұғатты өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Естеріңізге сала кететін, телефонда Android версиясы 8-ші версия. Енді ол үшін бізге кішкене дайындық керек болады. Біріншіден телефондарыңыз Wi-Fi желісіне міндетті түрде қосылған болу керек. Одан кейін бізге пин-код сұрайтын номер керек. Пин-код сұрайтын номерді қалай пин-код сұрайтын қылып жасайтын видеоның сілтемесін осы видеоның астында біз қалдырамыз. Яғни кез келген бөлікті сіздер сим-картаны сала берсеңіздер болады, және телефондарыңыз Wi-Fi желісіне қосып алуларыңыз керек. Енді біз сим-картаны телефонға сұғамыз. Дұрыс емес орнатылып қалып жатыр қазір. Және ол бізден пин-код сұрайды. Пин-кодты жаз деп. Біз енді бұл жерде ешқандай пин-код жазбаймыз, және сим-картаны жай ғана шығарамыз. Және айта кететін, сим-карта шығып жатқан кезде өшіріп қосу кнопкасын басуымыз керек. Яғни телефонның беті құлтанған күйде қалады сонда. Мінекей қазір қараңыздар. Сим-карта деп бұны жерде окей деп шығып жатқан кезде басуымыз керек болады. Қараңыздар міне. Сұқтық. Окей. Яғни бір өшіп құлтанды көрдіңіздер, өшіп құлтанған еді. Мына жерде проверка бұл жерде окей дегенді басамыз, және бет егер сіздерде ашылып қалса, үлгермей қалсаңыздар басып, қайтадан сұғып, қайтадан сала бересіздер. Қайтадан сұғып, қайтадан сала бересіздер, және сол кезде телефон осылай құлтанған күйде қалады. Және бетінде мында ақ хабарландыру тұру керек, мастер настройка деген. Ол не выполнен деп. Осыны оңнан солға қарай, не солдан оңға қарай жылжытсаңыз да болады. Кішкене жылжытқан кезде мына жерде екі белгі шығады. Қоңырау шамының белгісі және настройка. Қоңырау шамының белгісіне басамыз, одан кейін настройка уведомление деген шығады. Настройка уведомлениеге бассақ, біз мынандай бір приложенияларға кіріп кетеміз. Бұл жерден дополнительный таңдайсыздар. Және мына сим-карта енді бізге керек емес, оны алып тастай саламыз. Енді біздің жағдайымызда Теле2 номер ол, пин-кодқа түскен номер. Енді дополнительный настройка деген басқан соң ең төменіне түсеміз. Мына жерде приложениялар шығады. Ол жерден YouTube-қа кіресіздер. Ең төменіне түсеміз. Дополнительный параметр приложения. Одан кейін о приложение және политика конфиденциальности Google, условия использования YouTube. Екеуін біреуін таңдасаңыздар болады. Және ол бізде интернет браузерге лақтырады. Бұл жерде атменен басамыз. Енді мына жоғары жаққа біз ағылшынша adrom деп жазамыз сайттың атын. Adrom деп жазған соң, мына жерде bypass деген шығады. Bypass деген таңдайсыздар. Біріншісін таңдаймыз. Bypass Google аккаунт 2019. Енді мына жерде бізге керек болатын екі файл. Ол Android 8.9 Gam APK, одан кейін FRP Bypass. Бірінші Android 8.9-ды жүктейміз, скачать етеміз, яғни сохранить. Енді FRP Bypass дегенді басасыздар үстіне. Сохранить. Енді экранда жоғарыдан төменге қарай кішкене жылжытсақ, астынан мынандай бөліктер шығады. Осы жерден біз закладка деген таңдаймыз. Бұл жерде отмена, журнал загрузок. Және екі файлымызды мұнда көреміз. Бірінші Android 8.9 Gam'ды үстіне басамыз. Настройки. Разрешить для этого источник дегенді қосасыздар. Артқа қайтамыз. Установить. Мына жерде готово. Енді FRP Bypass APK-ны орнатамыз. Установить. Бұл жерде открыть дегенді таңдайсыздар. Жоғары оң жақта 3 нүкте. Вход в браузер. Окей. Енді мына жерге өздеріңіздің білетін паролімен қазір 1 минут кешіресіздер, клиенттер шалықтып қалды. Қоңырау шалып артқа қайтамыз да FRP Bypass қайттан басасыздар. Установить. Яғни енді қоңырау шалған телефонға интернетіміз жалған тұрған еді. Открыть. Жоғары оң жақта 3 нүкте. Вход в браузер. Окей. Енді мына жерге қазір интернетке кіру керек ол. Клиенттер енді шалғытып қала берді қайтадан. Енді мына жерге сіздер аккаунттарыңызды жазасыздар. Екі аккаунт жазамыз. Далее деген басасыздар. Енді мына жерге пароль. Мен өзім паролімді сіздерге көрсете алмаймын.
Мінекей пароль жазылған соң войти деген таңдайсыздар. Мінекей вход в система. Енді ол бізді қайтадан жұрны загрузка лақтырады. Енді осы тұрған күйдеміз. Шығып кетеміз барлығынан. Қазір бір минут. Қоныш алып жатыр да. Артқа қайтамыз. Барлығына шығып. Және бастапқы баптаудың бәрін қайтадан өтіп шығамыз. Далее. Я прочел, принять. Және мына жерден аккаунт добавлен деп шығады бізде. Далее. Мына жерден не восстанавливать, егер осылай шықса. Яғни пропустить қылып өтіп шығасыздар. Нет, спасибо, пропустить. Еще принять. Мына жерде отмена жарайды. Мына жерге былай пропустить деген басасыздар. Готово бұл жерде. Енді біз телефонға A7 2017 телефон толықтай Google бұғатынан шығардық 8-ші Android версиясында. Телефон настройкасына кіріп сведение о телефоне, сведение о ПО, версия Android 8, уровень безопасности 1 июнь 2019 екен. A7 2017. Енді телефон настройкасына ішінен общий настройкаға кіріп, сброс данных, сбросить, удалить все деп толықтай бір форматта жіберсек, телефон келесіде қосылған кезде толықтай яғни осылай телефон настройкасының ішінде толықтай форматта жіберсеңіздер, келесіде қосылған кезде ешқандай бір аккаунт бұғаттар болмайды. Және бастапқы баптаудың барлығын қайтадан өтіп шығасыздар. Ол кезде сіздерге интернет керек емес. Далее пропустить қылып өтіп шығасыздар. Егер видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Алдағы уақытта көптеген қызықты видео сабақтар, мәліметтер бізді күтуде. Каналымыздан ажырамаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.